Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге Кадзуро Исигуроның «Жоғалтып алма сен мені» деген кітабын ұсынайын деп. Кадзуро Исигуро ағылшындық жазушы, ол ағылшын тілінде жазады, өзі Ұлыбританияда тұрады, бірақ аты айтып тұрғандағыдай, оның ата тегі жапондық екен. Ата тегі Жапонияға қоныс аударып, Кадзуро Исигуро өзі тәрбиесін, өмірін осы Ұлыбританияда өмір сүрген екен. Бірақ та өздеріңіз білесіздер, Кадзуро Исигуро осы шығармасына байланысты, жалпы өзінің шығармасына байланысты әдебиет саласында Нобель сыйлығын ұтып алған екен. Өздеріңіз білесіздер, әдебиет саласында Нобель сыйлығын жыл сайын үздік авторға беріп жатады. Ол бізде кино саласында Оскарға тепе-тең болып есептеледі. Және де бұл Кадзуро Исигуроның «Жоғалтып алма сен мені» деген шығармасы жанры антиутопия, фантастика, ғылыми фантастика, драма деп жазылған екен. Бірақ та фантастиканы ұнататын адамдар бұл шығарманы оқып, ішінен көп фантастиканы таппайды деп айта аламын. Жалпы бүгінгі шығармаға, бүгінгі кітапқа өтейік. Бұл «Жоғалтып алма сен мені» деген шығармасы. Бұл шығарма бойынша кинода түсіріліп, кинода шыққан бір 20-10 жыл бұрын. Және де бұл кезінде романдардың ең қатты атақты бүткіл әлемге тарамаса да, оқырмандар арасында сол Кадзуро Исигуро осы шығармасының арқасында Нобельді ұтып алған болатын. Сол кезде адамдар осы шығарманы оқып, талқылап, өз пікірлерін айтқан екен. Және де мен бұл шығарма не туралы екен қысқаша айтып кетейін. Бұл жерде Кэти деген кейіпкер болады, бас кейіпкер, ол әйел адам кейіпкеріміз. Және де ол кішкентай кезінен Хейлшейм деген жеке мектеп-интернатта өмір сүрген екен. Кэти бізде қарапайым адам емес, кітаптың жанрына байланысты өзіміз біліп тұрмыз, жанрында фантастика деп жазылып тұр. Сол жер ғана фантастика шығар, қалған жері кәдімгідей реализм, қарапайым адамдардың өмірлері сипатталады. Міне сол Кэти Хейлшейм деген мектепте өмір сүреді, өмір бақи сол интернат мектеп сияқты болады. Оның Кэти және қасындағы сол мектепте оқитын оқушылардың ерекшелігі, ол осы мектепте тек қана клон адамдарды тәрбиелейді деп айтсақ болатын шығар. Бұл мектеп қарапайым адамдарға арналмаған. Мысалы, кітап бойынша, желісі бойынша сол әлемде ауқатты бай адамдар, мысалы, өздері 80-70-ке кәртиген кезде бір өкпелері ауырады, мысалы, жүректері зақым тиеді, немесе қолына бірдеңке болса, олар сол өздері ДНК-сымен клондалған адамдардан өсіреді кәдімгідей. Мысалы, өзі өмір сүріп жатады да, өзінің ДНК-сын тудыртады. Оның ДНК-сынан шыққан клон тура сол бай ауқатты адамның ДНК-сымен бірдей, қанымен бірдей болады да. Олар клонын тәрбиелейді. Егер де түпнұсқа дейікші, түпнұсқа ақсүйек адамның өкпесі біріне зақым тиіп ауырып қалса, операция арқылы өкпесін кесіп, клондағы таза өкпені өзіне пересадкамен операция жасап, өз-өзін өмірін ұзартады деп айтсақ болатын шығар. Міне сондай заман, кітапта сондай қоғам суреттеледі. Бай адамдар өздері ұзақ өмір сүру үшін және сапалы өмір сүру үшін өздерін клон жасап, өздерінің клондарын өсіреді. Және олар өз үйінде өсірмейді оны, әрине, өздерін сол фирмаға барады, одан сол ДНК қанын бәрін алады да, клон жасайды да, ол клонды сол бізде Кэти тәрбиелейтін Хейлшейм деген бір мектепте оларды ұстайды. Енді сол мектепте Кэти да өзін түсініп тұрғандағындай шын адам емес, ол клон болып есептеледі. Және де ол клонның қасында да көп құрдастары, достары да бір мектепте болған соң, олар кәдімгідей кітап оқып жатқан кезде қарапайым адамдар сияқты бір-бірімен сөйлесіп, достасып, бір-біріне ренжіп, кәдімгідей адамдар сияқты бір-бірімен қарым-қатынас жасап отырады. Кітапты оқып жатып, басында мен өз ойымды айтып отырмын, басында кітап оқып жатып, осы клонның адамнан айырмашылығы жоқ, олар да тура біз сияқты адамдар, бұлай жасауға болмайды деген сияқты сондай бір ой туындаған басында. Бірақ та оқып болып, кейін көп ойланып, бұл сол клонның автор айтуы бойынша, бұл клондар адамның
деңгейіне жетпеген түрі екені белгілі болады. Оны қалай түсіндім мен сіздерге қазір түсіндіріп кетейін. Хелшеймде тәрбиеленетін клон адамдар таза табиғи адамдарға ДНК немесе бір органдар арқылы ұқсап тұрса да, олардың рухы деп айтсақ болатын шығар, душалары, әлі де рухтары таза, жандары таза табиғи адамдарға жетпейді. Сондай жетпейді деген ой қалыптасты мен кітап оқу аяқтаған барысында, және де соны мен түсіндіріп кетейін не үшін. Біріншіден, бұл жерде сол Хелшемде бір мектеп-интернат сияқты бәрі тәрбиеленеді, бірақ та арасында сол қызметкерлердің ішінде бір әлеуметтік бір қызметкер жүреді, бір кісі жүреді, ол әйел сол клондардың да өмір сүруіне құқысы бар, бұларды олай запчасть сияқты пайдалануға болмайды деген сияқты оймен көп құжаттар жинайды, соттарға сондай арыздар жазады, және де оның бір дәлелі ретінде ол сол кішкентай балаларға барып, оларға тапсырма береді. Сіздер маған сурет салыңдар, сондай бір шығармашылықпен айналысыңдар, сол сендердің шығармашылықтарыңды мен көрсетіп, міне қарапайым андроид немесе сол клон, робот, сондай жасанды адам ондай шығармашылықпен айналыса алмайды. Бұл жасап отқан адам шынайы, бізден айырмашылығы жоқ деген сияқты бір елге бір дәлел сияқты көрсеткісі келеді да. Көп жұмыстарды, өзіне ұнаған жұмыстарды алып, солай жинап жүреді. Міне кітаптың атауы да жоғалтып алма сен мені дегенде, кітаптың атауында да бір өлеңнің мотиві бар. Сол өлеңге сол клон адамдар билеп өлең айтқан кезде, сол адам бұл клондарда жан бар ма деген сияқты бір жан бар деген ой қалыптасады, бірақ та мен кітапты оқып болып, бұл клондарда жан жоқ екенін түсіндім. Ол неден? Міне бағана айтып кеткен дегендей, әлеуметтік қызметкер жұмыстарын жинайды да, солай комиссияға ұсынғысы келеді. Міне осындай клондар, осындай сурет салған, осындай портрет, натюрморттар салған, бұндай жасанды клондар, егер олардың жандары болмаса, бұлар осындай шығармашылықпен айналыспас еді деген сияқты. Бірақ та өздеріңіз білесіздер, қазір жасанды интеллект, чат GPT мен рухани жаны жоқ та бағдарламалар бізге әдемі суреттер салып бере алады. Адамнан асып түспесе де кем түспейтін туындылар, шығармашылықтарды жасайды. Бірақ ол қайталау деп те түсінеміз. Оны компьютер, жасанды интеллект бір жерден көрді де, соны қайталап отыр. Бұл жерде де клондарда сурет салады, бірақ та сурет салғанның бәрі ішінде жан бар деп айта алмаймын өз басым. Және де тағы да кітаптың сюжетінде бізде сол Кэти деген, Рут деген құрбысы бар, және сол Кэтидің жігіті бар. Олар сол өздерінің болашақтарын біліп, бір протез сияқты өздері қашқысы кеп, бір өздерін біз тіріміз, біз жай ғана клон емеспіз, біздің де өмірге құлшынысымыз бар деген сияқты бір талпыныстар жасайды. Бірақ та кітапты оқып жатсаңыздар, сол сюжетті оқысаңыздар, бұл жерде тірі адамдардың олай іс-әрекет жасамайтынын түсінесіздер. Өйткені әрбір тірі адамзат, адам өзінің өмірін сақтау үшін неше түрлі қулықтарға, неше түрлі іс-әрекеттерге барады. Бұл жерде шығармадағы кейіпкерлер өзінің өмірі үшін күреспейді, олар өздерінің қалыптарын, күйлерін кітаптың аяғында өздеріне көнеді да. Біз одан артық, мысалы, адамдар болса, сол жерде Хелшем мектебінде шынайы бір адам болса, ол адамдар білесіздер ізденеді, бір адам болған соң ол тірі қалу үшін көп нәрселер жасап, әйтеуір бір қулық жасап қашып кете алады да. Ал бұл жердегі жасөспірім кейіпкерлеріміз ондай іс-әрекетті былай ауызша айтады, бірақ та іс-әрекетке келген кезде олардың нағыз адам емес, клон екені белгілі болып қалады. Олар ондай іс-әрекеттер жасамайды, өмірге деген құлшыныстары олардікі жоқ. Мысалы, жай сөзбен айтып, меланхолия өздерін сөйлеп, шынайы адам сияқты сөйлеп,
сол біз өмір сүргіміз келеді деген сияқты ауызша айтады да, бірақ та ешқандай іс-әрекеттер, ештеңке қимылдар жасамайды. және де ең аяғында солар мен түсіндім, адам болған соң біз тірі, тіпті адам емес, жай қарапайым тіршілік иелері, бір жануарлар, олардың өздері сол тірі қалу үшін қашып неше түрлі қулықтар жасаса, бұл клондарда ондай ой жоқ. Олардың бастапқы бағдарламасы біздің кейпімізді адам сияқты іс-әрекеттер, қимылдар, тұрмыста неше түрлі іс-әрекеттерді адам сияқты жасайды, бірақ та өздері шынайы өмір сүре алмайды. Олардың мақсаты, сол түпкі мақсаты, егер де нағыз адам, сол клонның бірінші адамы, нағыз адамы жарақат алса, сол клонның жетіспей жатқан бөлшегін алып, ампутациямен сол адамға тігіп, сол адамның өмірін жақсарту ғана деп түсіндім. Мен өз осы шығарманы солай түсіндім. Негізі кейбір адамдар бұл шығарманы бұлар клондағы адамдар, кәдімгідей адамдар, бірақ та мінездері жоқ, сондай бір өте нашар адам, слабо характерный деп сөйтіп те айтқанды естігем, бірақ та енді өз басым мен солай түсіндім. Автор бұлардың нағыз клон екенін бізге жеткізіп отқан сияқты. Өйткені бұл шығарманы оқып жатсаңыз, бұлар клондар өмірге деген талпыныс немесе бір іс-әрекеттері адамға ұқсамайды. Соны оқып жатып жының келіп жатады кәдімгідей. Содан автор соны әдемі көрсетті деп өзім солай түсіндім. Сол достар, бүгін мен сіздерге антиутопия жанрындағы бір жоғалтып алма сен мені деген шығарманы оқыдым. Сіздерге бұл кітапты спойлерсіз айтуға тырыстым. Жалпы бұл кітапқа спойлер деген керек емес деп ойлаймын. Бұл шығарманың сюжеті де өте қарапайым, бірақ та бұл шығарманы оқып, автордың не айтқысы келгенін және де өзіңіз қалай түсіндіңіз, соны айтып кетсеңіздер болады. Бұл шығармада сол ең жақсы жері солодиум деп өзім түсіндім. Кітапты оқисың да өзің қалай бұны түсіндің. Менің айтқаным дұрыс болмауы да мүмкін, мен басқалай түсінген шығармын, бірақ та мен өзім түсіндім. Сол клондағы адамдар, клон деп аталатын адам тектестер біздің нағыз адами өмірге деген құлшынысымызды қайтала алмады деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.